достар, қалдарыңыз қалай? Біздің Астанаға қарда келіп жетті бүгін. Көңіл күй қыстық, жаңа жылдық көңіл күй жақындап жатыр, сезіп жатыр. Бір Қазақстанның басқа жерлерінде де қар түсіп жатыр. Сондықтан да бұл арнаның көрермендерін барлығын алғашқы қармен құттықтаймыз деп айтамыз. Ал бүгін бізге шолуға тағы да бір гаджет келіп түсті. Бұл гаджет оның алдында бір рет біз наушник түсірген болатынбыз. Қымбат наушник деп айттық ол наушникті, десек те ыңғайлы, дыбыс сапасы жақсы деп айттық. Бұл жолы одан да қымбат наушник келді, бірақ дыбыс сапасы одан жақсы ма, жоқ, нашарырақ па, неге ол қымбат деген сұраққа жауап беретін боламыз. Сонымен, бүгін бізде Sony корпорациясы шығарған құлаққап, толық аты WH-1000XM2. Жалпы айтқан кезде осындай сымсыз Bluetooth арқылы жалғанатын құлаққап бүгінгі бізде. Бірінші мәселе қарайтынымыз осы наушниктің қорабы қандай болып келеді. Бұл наушниктің қорабы сырты былғарыдан жасалынған, ішінде жұмсақ матадан жасалынған, әдемі, өзінің көлеміне сай осындай қораппен келеді. Қораптың сыртында бізде мынандай белбеуші бар, қолға іліп жүретін, немесе былай ашып бір нәрсеге бекітіп былай іліп қоюға болады, түсіп қалмас үшін, мысалға сапарда жүрген кезде, самолетта жүрген кезде. Қораптың бір жағы былғарыдан жасалынған, ал артқы жағы матадан жасалынған. Матадан жасалынған жағында бізде кішкентай мынау жұмсақ матадан жасалынған қалташа бар. Қалташа дейміз, қалта дейміз. Бұның ішінде осы қораппен, осы наушникпен бірге комплектациясында келетін мини-джек шнур бар. Және қуаттаушы USB десеңіз бәрі түсінікті болады дейді алпамыз. Бірақ менің ойымша бұның өзінің атауы бар. Енді бұрынғы Samsung-тердің зарядкалары осындай болатын. Мынандай астында екі тісі бар. Бір беті USB, бір беті мынандай екі тісі бар, кішкентай порт. Осындай екі шнур болып келеді. Бүгінгі осы роликті айтайын деп едім, есіме шығып бара жатыр екен. Мен бастап жатқан блогермін, техноблогермін. Мен өзім өмірімде өліп, сүйіп, бүкіл технологияның, техниканың, гаджеттердің бәрін қарап жүрген адам емеспін. Десек те маған бұл тақырып өте қызықты, және мен бастауыш блогермін. Мен ойлаймын, бұл арнаға тіркелетін адамдардың барлығы гаджеттерді көп қатты білетін адамдар емес деп ойлаймын. Араларыңызда бір-екеулеріңіз болуы мүмкін. Эксперттер осы дәурен қалай айтады екен, қарайықшы дегендеріңіз болмаса, қалғандарыңыз жалпы күнделікті тұтынушы ретінде білесіздер бұл гаджеттерді. Мен де тура солай тұтынушы ретінде сіздермен бірге осы талқылап, тестілеп көретін болам. Осы арнаны көріп отырсаңыздар, келер жылдары, келер айлары бірге өзіміздің білімімізді дамытып, бірге гаджеттердің гуру атануға дейін жететін боламыз. Бұл жай ғана әшейін ремарка. Кеттік ары қарай. Сонымен осы қорап туралы айттық. Бұлай қарай міне немен жабылады. Мынау терісінен тігілген замок деп ойлаймын. Ол әдейі кестелінген, мына жерінен шаң кірмес үшін жасалынған. Терісінен тігілген замок. Шаң, анша-мұнша судың кірмес үшін жасалынған замок деп ойлаймын. Қорабымен осымен аяқтаймыз. Қорабы осымен бітті. Бұлай салмағына келетін болсаң, негізі салмақты, жіп жеңіл деп айта алмаймын. Кішкене қолға сезіледі, салмақты екенің, ішінде ауыр бір нәрсенің, сапалы нәрсенің бар екені сезіледі. Бұлай мына ашасыз, ішінде осылай сіздің Sony наушнигіңіз жатады. Бірінші мәселе бізде қорабы болды. Енді екінші мәселе наушниктің дизайнын айта кетейік, құрметті достар. Дизайнына келетін болсақ, жалпы наушник бірнеше түрде келеді. Ақ, алтын түсте келеді және қара түсте келеді. Бізде ең практичный түс деп есептеймін. Қара түсті, мына жеріндегі бір-екі пластмассалары сұр түспен комбинация жасалынған. Мұнда Sony деген жазуы бар. Түсі осындай. Мына құлаққа киілетін жағы наушниктің өзі әжептәуір үлкен деп санаймын. Оның алдындағы наушниктер естеріңізде болса, олар осының жартысындай мындай кішкентай болушы еді. Бірақ қазір мынау өте үлкен деп есептеймін. Дизайн осылай. Мен бір байқағаным, мынау адамның бастары әртүрлі ғой. Сіздің басыңыздың көлеміне байланысты мынау жылжитын жағы бар ғой. Солысы өте сапалы жасалған секілді. Бұлай ашқан кезде сезіледі, плавно ауысады. Бүйтіп қатты тұрып басқан кезде бүйтіп кету деген жоқ. Бүйтіп плавно ашылады.
Бұл менің ойымша Sony корпорациясының тіпті кішкентай детальдарға дейін назары деп ойлаймын. Мына жері әдемі жұмсақ былғарыдан жасалынған, басыңызға қатты тимес үшін және ауыртпас үшін. Бізде айтпақшыдай мына жерінде wireless, яғни сымсыз деген жазуы бар. Мына құлаққаптың көлемі бағана айтқандай үлкендеу. Сіз құлаққапты басыңызға киген кезде ештемені естімей қаласыз. Яғни сіздің құлақтарыңыздың сыртынан киіліп тұрады. Менің құлағым кішкентай құлақтардың қатарына жатпайды, керісінше үлкен құлақтардың қатарына жатады. Соның өзін сыртынан бізде бүйтіп киіліп тұрады екен. Бұл осы мәселе, мынау сыртындағы настройкасы не үшін керек деген ойларыңыз болса, мен сіздерге өзімнің осы тәжірибемнен оққан сабағымды видеоның соңында айтам. Так, кеттік. Сонымен үлкен жарайды. Бір байқағаным, бұл наушникте екі-ақ кнопка бар. Өткен наушникті естеріңізде болса, көрген кезде JBL компаниясы жасаған наушникте бірнеше кнопка болатын, жай қылатын, қатты қылатын. Сонымен, ал бұнда екі-ақ кнопка бар. Қосатын және Ambient NC деген кнопка ғана бар. Бұл кнопкалардың мағынасын сәл кешірек айтып кететін боламыз. Сонымен ең алғашқы таққан кезде бұл наушникті қалай қосам? Жарайды, қосу бар мұнда, power. Қуат қосу кнопкасы бар. Қостық, алпамыс есіңде ма? Бірақ дыбыс шықпады. Дыбысын қалай шығарамыз? Түсініксіз. Телефонда барлығы шықты. Ал біз шығара алмадық. Кейін интернетке кіріп оқысақ, бұның барлығы мынау құлаққаптың сыртында орналасқан сенсор арқылы жасалынады екен. Яғни сіз саусағыңызбен мынау сенсорге бүйтіп жоғары жасасаңыз, дыбыс қаттырақ болады. Төмен жасасаңыз, дыбыс жайырақ болады. Алдыға қарай бүйтсеңіз келесі ән, артқа қарай қолыңызбен бір сілтеп жерсеңіз, осы әннің басы немесе осының алдындағы ән, және бір рет басу тоқтату, бір рет басу қайта қосу play, және қоңырауды алу және қоңырауды қою деген осыны сенсор бар екен. Менің ойымша бұл батырмалардан көрі өте ыңғайлы функция деп ойлаймын. Өйткені батырмаларды бүйтіп, мынау саусағыңмен бүйтіп іздеп жүргеннің орнына бүйте ғана қоясың болды, немесе бүйте ғана қоясың. Міне былай тұрады. Мысалға былай немесе былай. Тағы да бір фишка, құрметті достар. Sony компаниясы айтады, сіздердің бұл наушникті қолданған кездегі тәжірибелеріңіз максималды мықты болу үшін біз барлық күшіміз салдық дейді. Соған арнап, сол себепті мысалға сіз наушникпен отырасыз деп елестетіңіз. Жақсы музыка ойнап тұр. Әдетте бұндай активный шумоподавлениесі бар наушниктер сырттағы дыбысты мүлдем естеткізбейді. Бірақ бұл жай ғана наушник емес, бұл смарт наушник болып саналады. Сіздің қай жерде кетіп бара жатқаныңызды, немен айналысып жатқан барлығын бұл болжап, мысалға жүріп баратыр, жүгіріп баратыр, немесе аэропортта отыр, немесе жұмыс істеп отыр дегенді болжап, соған байланысты шумоподавлениені өзі реттеп отырады. Ол шынында солай екен. Шынында да, мысалға өткенде аэропортта отырған кезде кино көріп отырдым. Сосын менің шумымды хабарлаған кезде қолымды былай ғана қоя қойдым. Бүйтіп шешудің қажеті болған жоқ. Қолымды қоя қойдым және хабарландыруды естідім дағы, қайттан алдым, ары қарай бәрі қайттан жылжып кетті. Соны сіздердің көзіңізше мен қазір эксперимент жасап көрейін. Қазір мен Алпамыстың дауысын естейін ба, естімейін ба? Алпамыс бірден деп көрші. Дәурен аға. Естіп тұрмын сені, естіп тұрмын. Нормально. Енді музыка қоямын. Қара. Так, мына жақта ештеме жоқ, тек қана мына бір құлақта екен бүкіл сенсорлардың барлығы. Мына қараңыз, музыканы қоям. Авторлық құқықты бұзбай тұрған кезде ала тұрайық. Кім әнші білесіздер ме? Келесі әнді қойып көрейін. Мен өз дауысым мүлдем естіп тұрған жоқпын қазір. Мүлдем естіп тұрған жоқпын. Міне, келесі әнді қоямын. Бітті, келесі ән кетті. Ән артқа қоямыз. Міне, арттағы қайттан ән қосылды. Керемет, енді жай қойайық. Жай қойылып жатыр. Қатты қоямыз.
Керемет қой, мынаның ішінде бір басқа әлемде жүргендей боласың. Ал енді бағанағы шумоподавлениені. Пауза. Пауза болды. Енді наушникті, в принципе, қатты қойсаң, любой наушникті естімейсің ғой, бұл жерде кішкене жайрап қояйық. Міне, қатты болып тұрған жоқ, өз даусымды естіп тұрмын. Жай сөйлеп отырмын ғой, сол үшін өз даусымды примерно кішкене естіп тұрмын. Енді Алпамыс мені қазір шақырады. Ал, шақыра бер. Дәурен аға. Дәурен аға. Қатты айтшы. Дәурен аға. Енді кішкене естілді. Кішкене. Міне, құрметті достар, қараңыздар, қазір бәрін естіп тұрмын. Біреуді естідің, қарағыңыз келді, сөйлескіңіз келді дейік, мысалға, немесе аэропортта отырсаңыз, хабарландыру тыңдағыңыз келсе, міне, 2-3 саусақпен былай міне, қолыңызды тигізесіз. Музыка жай болады, және сырттағы микрофон қосылып өзіңіз естисіз. Дәурен аға. Қалай? Не болды? Жалпы Sony компаниясының сайтына кіріп, осы наушник туралы мәлімет іздесеңіз, ғылыми түрде, ресми түрде көп нәрсені жазған. Бұда өте көп фишкалары бар, көп жаңа технологиялардың бәрі қолданылған. Неге бұл наушник смарт деп аталады, смарт қандай технологиялар бар екен, барлығы жазылған. Бірақ бұл шоуда біз тұтынушы ретінде, күнделікті қарапайым азамат ретінде болғандықтан сіздерге осындай ең керекті, ең қызықты фишкаларын көрсетіп жатырмыз. Арғы жалғастырайық. Бұның қосымшасы бар екен. Осыған дейін мен қосымшасын қосқан жоқпын, өйткені жай ғана музыка тыңдау үшін немесе кино көру үшін маған оның қосымшасы міндетті түрде керек емес. Бірақ осы шоу үшін қазір міне Sony Headphones Connect дегенді жүктеп алдым. Сіздермен бірге ашып көреміз. Аккаунт болса, өзіңіздің аккаунтыңыздың ішінде настройканы сақтап қойға болады екен, және кез келген телефонға ауысқан кезде сол настройканы қайтадан жүктеп алуға болады екен. Осы қосымша арқылы наушник сіздің жиі барып тұратын орындарыңызды жаттап алып, сол жерге барған кезде өз автоматты түрде настройкасын өзгертеді екен. Мысалға, аэропортта жаттап алады, қай жерде екенін. Аэропортқа барған кезде сырттағы дауыстарды кішкене естіліңкіреп қоятындай қылып жасайды. Керемет. Мынау екінші кнопканы бұған дейін мен настройка жасаған жоқ болатынмын. Басқан кезде Google Ассистент шақырылатын. Осы наушниктің ішінде автомат түрде заводтан Google Ассистент функциясы қосылып қойған екен. Десек те қосымшаны жүктеп алып кірсеңіз, ішінде бұл кнопканың функциясын өзгертуге болады екен. Мысалға, Google Ассистент немесе Amazon Alexa айтпақшы болды болды. Осының ішіне жүктелген бірден, немесе управление окружающим звуком дейді, яғни басқаша функцияны беруге болады. Мына құлағыңыздың сыртын жұмсақ, былғарыдан жасалынған мамық материалдан қаптап қойған. Ол әрине былай таққан кезде сіздің құлақтың айналасындағы ештемені ауыртпайды, ұзақ мерзімде тағып отырған кезде бұл наушник бар жоғын да білмей қаласыз. Сол үшін арналған, сапасы өте жақсы деп айтуға болады. Сонымен достар, біраз эксперимент жасап көрдік. Оның алдында сіздердің алдарыңызда мен біраз уақыт өзім тағып жүрдім, самолетта да тақтым, жолда да тақтым, қызықты мәселелердің бәрін көрдім. Соны қорытындылап кетейік. Қорытынды. Наушниктің салмағы әжептәуір, бірақ құлаққа таққан кезде, басқа таққан кезде ол білінбей қалады, өйткені настройкасы жақсы. Дизайны әдемі, бірақ кішкентай деп айта алмайсың. Бұны таққан кезде сенің қымбат, сапалы дүниені тағып тұрғанын құлағынан білініп тұрады. Дыбыс сапасы өте жоғарғы дәрежеде. Мобильді қосымшаның арқасында ол дыбысты неше түрлі настройкаға жасауға болады. Сондықтан да дыбыс жағынан ешқандай менде претензия жоқ. Бұл наушникке бірақ претензия бар. Ол оның бағасы. Екінің бірі бұны өзіне ала алмайды. Мен де өкінішке орай өзіме ала алмаймын. Бұның бағасын қазір интернет желісіндегі магазиндерге кірсеңіз 130 000 теңгенің ар жақ бер жағында, құрметті достар. Осымен болды, құрметті достар. Менің ойымша бұл шолу, әр шолуға өткен кезде біз кішкене тәжірибе жинап жатырмыз, қызықтығып өткізіп жатырмыз. Мен өзімді кішкене еркіндірек сезініп жатырмын. Жылдамдығын 2x қылып қойып көрсеңіздер де рахмет, бірақ аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Бізбен бірге болыңыздар, бірге дамиық, бірге көрейік. Қазақ тілді интернет, YouTube-ты дамытайық, және біздің бай бұлақуатты қарапайым қазақтардың саны көбейе берсін деген тілекпен бүгінгі шоуды тамамдаймыз. Келесі шоуда кездескенше алда көпті қызықты нәрселер келе жатыр. Қош сау, достар!